Бұл бала небәрі 12 жаста, бірақ оның күші соншалықты керемет, бәрі одан қорқады. Тіпті ол бұл күшті басқара алмайды. Оның өзі неге мұндай зор күшке ие екенін білмейді. Ол аватардың мұрагері екенін білмейді. Бұл оқиға мыңдаған жылдар бұрын айтылған болу керек. Ол кезде судың, жердің, оттың және ауаның 4 патшалығы бір-бірімен үйлесімді өмір сүрген. Әлемді аватарлар қолдады. Олар 4 элементті де басқара алатын және нәзік лапараны қорғай алатын жалғыз адамдар болды. Патшалықтар арасындағы тепе-теңдікті сақтаңыз. Аватар жанын жоғалтқанда, ол судың, жердің, оттың және ауаның мәңгілік циклінде жаңа денеде қайта туады. Алайда, от патшалығының аватары жойылғаннан бері бірде-бір жаңа инкарнация пайда болған жоқ. Сондықтан от патшалығының озбыр көсемі Өзай патша қазір әлемді жаулап алудың тамаша уақыты деп шешті. Озайдың алғашқы қадамы аватардың мұрагері пайда болуы мүмкін Ир-Нометті жою болды. Мақсатына жету үшін Өзай от адамдары жер бетіндегі адамдарға шабуыл жасағалы жатқаны туралы ақпаратты әдейі таратып жіберді. Бұл жер патшасының бар күшін шекараға жұмылдырып, басқа ұлттардың қолдауына жүгінуіне себеп болар еді. Бұл сондай ақ от патшасы үшін өз әскерін басқаруға және барлық әуе көшпенділерін жоюға қолайлы сәт болар еді. Біреудің қашып кетуіне жол бергеннен гөрі дұрыс емес адамды өлтірген дұрыс. Алайда, күтпеген жерден жаңа аватар пайда болды. Бұл 12 жасар баланың денесіндегі аң еді. Ол тарихтағы шебер белгісін алған ең жас әуе көшпендісі болды. Ол шарлармен ойнағанды, ұшуды және секіруді, банан нанын жегенді ұнататын, әсіресе достарымен ойнау үшін жаттығуларды жиі өткізіп жіберетін. Осыған қарамастан, Аун өзінің жаңа аватар екенін әлі білмеді. Аңға жаттығуға көбірек уақыт беру үшін мұғалімі оны құпия ұстау үшін кеңес сұрады. Алайда, от халқының жер бетіндегі адамдарға қарсы шабуылы туралы хабар ақсақалдар кеңесінің жүйкесін жоғалтуына себеп болды. Барлығы Аңтың басқа жекпе-жек өнерін үйренуді бастау үшін ер көшпендісінен дереу кету керек деп есептеді. Ол кезде от адамдары тым тәкаппар және қатыгез болатын. Әлемді өзгерту үшін шұғыл түрде аватардың пайда болуы қажет болды. Сондықтан мұғалім мұны қаламаса да, ол Аңға шындықты айтуға мәжбүр болды. Мұғалім аватарды аватар мүсініне апарды. Джон Чен оған миссиясы мен мақсаттарын нақты анықтауға көмектесу керек. Мұғалімнің көз алдында Аңг әрқашан ерекше болды. Аңг ол бұрын соңды білмеген ең дарынды әуе көшпендісі болды. Дегенмен, қазір әлемге Аңг бұрынғыдан да көбірек қажет. Тек оның ғана барлық тіршілік иелерін құтқаруға мүмкіндігі болды. Сондықтан, ол басқа мектептердегі жекпе-жек өнерін үйрену үшін саяхатқа шығуға мәжбүр болды. Мұны естіген Аңг қатты күйзелді. Ол өз отанын, достарын немесе мұғалімін тастап кеткісі келмеді. Аңг ешқашан мұндай билікке ұмтылған емес. Ол тек мұғалімімен дос болып қалғысы келді. Бұл сөздерді естіген мұғалім Аңгты қатты құшақтап, "Мен әрқашан сенің досың боламын" деп ақырын сендіре алды. Сол түні Аңг ұйықтай алмай, әкесіне сену үшін үйден қашып кетті. Бір түрлі томпақ, қанатты рухты Аңг мұңайған кезде әрқашан оның панасы болған. Әр жолы Аңг басқа жаққа ұшқысы келді. Өйткені бұл оның жүрегіндегі ауырсынуды басудың жалғыз жолы болды. Аңг үйде болмаған кезде Өзай әскерін әуе көшпенділеріне бастап барды. Ол ешкімнің тірі қалмауын бұйырды. Рейд тез аяқталды. Жау таба алмағандықтан ұйқысы қанбаған Манах кездейсоқ әуе көшпелісіне от адамдарының шабуыл жасағанын байқады. Бірақ ол хабар бермей тұрып, Өзайдың сарбаздары оны тірідей өртеп жіберді. Әуе көшпендісі фильміндегі көрініс толығымен хаос болды. Барлық жерде қарттарды да, балаларды да аяусыз өлтірген отты сарбаздарға толы болды. Балалар, ақсақалдар шайқасқа жеке қатысты, бірақ олар әлі де көптеген сарбаздармен күресе алмады. Осы уақытта Аңг пен Аппа нысанаға жетудің жартысында еді. Олар кенеттен дауылға тап болды. Аппа қауіпсіздігінен қорыққан Аңг оны Ир-Намат бортына қайта оралуға көндірді. Сол уақытта от ұлтының генералдары Ир-Намат ардагерлерін жоюға кірісті. Олардың теңдесі жоқ күші ақсақалдарды толығымен басып тастады. Олардың барлық күш-жігеріне қарамастан, Аңгтың ұстазы, от патшасы Озайдың жойқын күшін тоқтата алмады. Ол оны тікелей өртеп жіберді. Содан кейін оны қалған балаларды қырып салды. Осы уақытта Аңг пен Аппа дауылдан аман қала алмағандықтан теңіз түбіне құлады. Ең қауіпті сәтте Аңг аватарға тиесілі орасан зор күшті оятты. Біраз уақыттан кейін Катара мен Сока балық аулап, кездейсоқ бір түрлі мұз шарын көрді. Катара қайықты жағаға шығармақ болды. Бірақ ағыс Аңгты ұстап тұрған мұз шарын сындырды. Дәл осы сәтте аспанға бір сәуле түсіп, жақын жерде тұрған ханзада Зуконың назарын аударды. Катара мен оның ағасы өздерінің табиғи мейірімділігінің арқасында Аңгты қасқыр шығанағындағы су тайпасының ауылына қайтарды. Аңгтың кім екенін ешкім білмесе де, Катараның әжесі оны бір қарағанда әуе көшпендісі деп таныды. Аңг оянғаннан кейін бірден сыртқа жүгіріп шығып, әкесін табу үшін аспанға көтерілді. Аңгтың қоңырауынан кейін әп-сәтте ұшатын бизон пайда болды. Оның жүні қармен жабылған. Енді бәрі оның шынымен де әуе көшпендісі екеніне сенді. Аңг ұйықтап жатқан 100 жыл ішінде әлемде көптеген жағымсыз өзгерістер болды. От халқы әлемге шабуылын әуе көшпенділеріне шабуыл жасаған күні бастады. Содан бері әлем зұлмат заманда, әр адам, әр халық оттың түрінен қорқатын заманда болды. Осы уақыттан кейін Аңг достарының
отбасыларының және мұғалімінің бәрі қайтыс болғанын түсінеді. Ол қазір әлемде қалған жалғыз әуе көшпендісі. Катара жақындарынан айырылған Ангқа қатты жаны ашиды. 3 жыл бұрын өртті сөндірушілер Катар ауылына шабуыл жасаған. Оның отбасы ұйықтап жатқанда Катараның әкесі анасынан кек алу үшін отты сөндірушілерді қуып жіберді. Содан бері ол оны көрмеді. Олардың қатыгездігінің арқасында от халқы әлемді жаулап ала жаздады. Енді су халқы толығымен дерлік жойылды. Жер бетіндегі адамдардан санаулы ғана адам қалды. Басқа патшалықтарға енді ешкім бара алмайды. Адамдар тек өз түрімен ғана дос бола алады. Катара су халқы ауылынан аман қалған жалғыз су бағындырушы. Ол жаттығу жасаған сайын отты адамдар оны тауып алады деп қорқып, оңаша жерлерде мұны істеуге тура келеді. 3 жыл бұрын олар құлатылмайтынына сенімді болу үшін ауылдағы барлық су сиқыршыларын өлтірді. Осыған байланысты оның ағасы Сока әрқашан Катарға жаттығуға тыйым салатын. Осылайша ол әлі күнге дейін суды манипуляциялаудың қарапайым әдістерін де меңгермеген. Мұны естіген Аун бірден Катарға иілуді қалай қолдану керектігін үйретті. Иілудің мәні энергия мен тепе-теңдікте жатыр. Энергия сезімі тепе-теңдікті табуға әкеледі. Тепе-теңдікті табу энергия сезіміне әкеледі. Катараның мұны түсінгені белгісіз, бірақ ол техниканы еш қиындықсыз және қиындықсыз орындады. Екеуі бір-бірінен ләззат алып жатқанда кенет сыртта дабыл қағылды. Әуе көшпендісі Зуко қасқыр шығанағына кіріп бара жатқан. Кемпір бұл оңай емес екенін түсінді. Анг соңғы әуе көшпендісі болды. Егер ол мұзда 100 жыл өмір сүре алса және өлмесе, онда ол тек аватар болуы мүмкін. Осы кезде ханзада Зуко сыртта айқайлап, олардан Ангты тапсыруды талап етті. Әйтпесе ол барлығын қорғау үшін ауылды өртеп жібереді. Сока Ангты іздеп ішке жүгіруден тартынбады. Алайда Катара Соканы артқа тартып, оны тоқтатуға көндірді. Енді Анг барлығының жалғыз үміті болды. Анг болмаса, әлем мәңгілікке қараңғылыққа батып кетер еді. Катараның бұйрығын орындап, Сока мұз бен қардың иесі Хакоданың ұлы екенін айтып, алға шықты. Сока Зуко мен оның әскерінен дереу шегінуді талап етіп, бас тартқан жағдайда қырғынға ұшыраймын деп қорқытты. Зуко шабуылға дайындалып жатқанда, Сока оны ептілікпен арандатып, дуэльге шақырды. Әрине, атақ-даңққа деген құштарлықтан туындаған Зуко оны оңай қабылдады. Дегенмен, Сока Зуконың отты сиқырынан мүлде асып түсті. Зуко күлді. Ол Соконы ұлу сияқты әлсіз болғаны үшін мазақ етті. Бірақ оған қарсы шығуға батылы барды. Дәл осы сәтте Зуко Соконы ұрайын деп жатқанда, Анг пайда болып, шабуылды тоқтатты. Ауа сиқырын қолданып, Анг от адамдарының барлық сарбаздарының шабуылын тез тойтарып алды. Сонымен бірге су халқының жас жауынгерлері шайқасқа кірді. Олардың кейбіреулері тастарды, басқалары қылыштарын бұлғап, қиян-кескі және хаотикалық шайқас тудырды. Алданып қалғанына ашуланған Зуко еш ойланбастан бүкіл ауылды өртеп жіберуді бұйырды. Қайырымды жандардың үйлерін қорғау үшін осындай жағдайға тап болған Анг Зуконың шегінуіне мүмкіндік беру үшін берілуге шешім қабылдады. Анг Сока мен Катар үшін ол үшін күрескеніне риза болды. Өйткені бұған дейін ешкім мұндай әрекетке бармаған. Зуконың кемесі кеткеннен кейін Сока тез арада командирлікті ауылдағы жас жігітке тапсырды да, бірден кет деп, енді бейтаныс баланы құтқаруға баратынын айтты. Бұл арада ол кемеге жақында ғана мінгеніне қарамастан, Анг түрме бастығының кілтін ұрлау үшін өзінің әуе бүгу қабілетін пайдаланды. Сока Fire Nation кемесін қуып жетті. Катара мен Сока батылдықпен бортқа шықты. Аппа Ангқа оралды. Ол зынданнан сәтті қашып, Зуконың жеке бөлмесіне жасырынып кірді. Анг өте пайдалы дәптерді байқап қалып, оны кейінірек жаттығу кезінде пайдалану үшін шалбарына салып қойды. Епті денесінің арқасында Анг сарбаздың зейінсіздігін пайдаланып, көк аспанға ұшып кетті. Ол сарбаздар атқан барлық отты шарлардан жалтарып кетті. Бірақ соңында Анг Зуконың өлімге әкелетін соққысынан құтыла алмады. Анг теңізге құлап кетуге дайын болған кезде Сока ұшып келіп, оның қолынан ұстап алды. Олар өздерін қауіпсіз деп ойлады, бірақ Зуко бәрібір берілмеді. Ол тағы бір отты шарды шығарды, бірақ бұл жолы Катара оны жауып тастады. Енді Сока мен Катараның барар жері болмады. Егер олар үйге оралса, ауылдағылардың барлығына қауіп төнер еді. Анг өз отанына, ер көшпендісіне оралуға шешім қабылдады. Енді ол жерде қирандылардан басқа ештеңе қалмады. Бәрі қаңырап бос қалды. Анг ішке кіргенде ұстазының мәйітін көрді. Осы кезде ұстазының естеліктері оның үстіне төгіліп, Ангты ашуға толтырды. Оның денесі кенеттен аватар режиміне көшті. Шам жанған кезде Анг өзін өзі басқара алмай қалды. Ол эмоцияларға бой алдырды және оның әрбір демі оның жолындағы барлық нәрсені жойып жіберетін қаһарлы дауыл болды. Алайда Катараның қатты айқайының арқасында Анг бірте-бірте есін жиды. Ол өз күшін басқару үшін ұстазының нұсқауларын еске түсіруге тырысты. Көп күш жігерден кейін Анг өзінің аватар күйін басқара алды. Ол бұл күйден тез арылып, жерге тізе бүкті. Анг қазір қайғыратын уақыт емес екенін түсінді. Ол өз халқының өлімі бекер болмағанына көз жеткізуі керек еді. Енді Анг одан қалағанын жасайды. Ол оқуын аяқтады. Содан кейін әлемді тепе-теңдікке келтіру үшін иілудің барлық басқа әдістерін меңгерді. Айын барғысы келген бірінші орын бұрынғы аватар Кешидің атымен аталған Кеши аралы болды. Ол әлемдегі ең күшті жауынгер болды. Ақсақалдар оны аватар күйін пайдаланудың шебері деп те атаған. Ол жерден ол Кеши туралы барлық қажетті ақпаратты таба алатын. Сондықтан оған аватарының күшін басқаруға көмектесетін бірдеңе таба алатын. Сока одан әрі барғысы келмеді. Ол су тайпасының ауылын қорғау үшін Катараны қайтарып алғысы келді. Алайда Катара үзілді-кесілді бас тартты.
Өйткені ол аватарды қорғауға міндетті деп есептеді. Аанг пайда болғаннан бері ол көп нәрсені үйренді. Сондықтан ол суды керемет бағындырушы болу жолын жалғастырғысы келді. Осы кезде Аанг заттарын жинап жатқанда кездейсоқ Катараның сөмкесінің қозғалып жатқанын байқады. Ішінде жеміс ұрлап жүрген ұшатын леммер бар екен. Леммердің ұрлануының арқасында Катара әжесінің оған суды бағындыру әдістері жазылған отбасылық құпия шиыршықты бергенін білді. Аанг мұғалімімен қоштасқаннан кейін үшеуі бірден аппаның арқасына көтеріліп, Киеши аралына тез ұшып кетті. Алайда олар қонған бойда оларға аралдың жауынгер әйелдері күтпеген жерден шабуыл жасады. Бақытымызға орай, дәл осы сәтте Киошидің мүсіні кенеттен Аангты жарықтандырды, сондықтан олар үшеуін уақытша аяды. Түсіндіруге қарамастан, әйел көшбасшы Аангтың аватар екеніне әлі де сенбеді. Аанг мұның керемет екенін түсінді, бірақ дәл қазір ол тек білгісі келді. Аватар болуды үйреніңіз. Аанг әлемнің қайтадан бейбіт және бақытты болғанын қалады. Қыз Аангтың шынайылығын сезініп, анасынан оған мүмкіндік беруін өтінді. Алғашында үлкен қызы ол сияқты бейтаныс адамдар қызының мейірімділігін ғана пайдаланады деп сеніп, қыңырлықпен бас тартты. Алайда бірте-бірте ол өзінен бұрын өмір сүрген 3 баланың оны алдауының себептерін көрмей қалды. Сондықтан ол барлық қажетті ақпаратты жинау үшін оларға 2 күн тұруға рұқсат беруді шешті. Осы уақытта Зуко мен Эноның командалары ақпарат жинау үшін оңтүстік от халқының колониясына жеке барды. Сол жерде олар Зуконы бір көргеннен ұнатпайтын генерал Цаомен кездесті. Ол Эноға аватардың құпиясын ашпауды бұйырды. Ол өз еліне оралуға рұқсат сұрау үшін оңты патшаға жеке өзі тапсырғысы келді. Осы уақытта барлығы 3 бірлікті жылы қарсы алды. Олардың тамағы аз болғанымен, оларға ұсынылатын тағамдар сирек кездесетін дәмді тағамдар болды. Киеши аралында балалар Аангты өте жақсы көрді. Өйткені ол соңғы әуе көшпендісі болғандықтан ғана емес, сонымен қатар ол өте сүйкімді болды. Катара Аангтың шынайы күші оның адамдарды біріктіру қабілетінде екенін түсінді. Бұл аватарға бұрын соңды белгілі болған ең ерекше және оғаш күш болды. Ол Аанг әкелген қуанышты атмосфераны өз көзімен көргенімен, оның көшбасшы әйел туралы пікірі өзгерген жоқ. Ол Аанг қуаныш әкелсе де, Киоши аралына қауіп төндіруі мүмкін деп сенді. Аанг нағыз апат болды. Сондықтан ол тезірек кетуге мәжбүр болды. Ұзақ күн іздегеннен кейін Аанг аватар күйінде болған кезде оның күшін басқаруға көмектесетін қасиетті жерден ештеңе таба алмады. Айналасындағылардың бәрі әрқашан Аангтың жолы болғанын, өйткені оған мүлде жаттығудың қажеті жоқ екенін, бірақ оның әлі де теңдесі жоқ күші бар екенін айтты. Бірақ шындық, ол шынымен де жаттығады. Оның үстіне ол көп жаттығады. Аанг айналасындағыларға зиян тигізбеу үшін өзінің қорқынышты күшін басуды үйренуі керек еді. Сондықтан, егер ол аватар күйінде өзін өзі басқарудың жолын таба алмаса, Аанг бәрін өлтіремін деп қорықты. Катараның айтуынша, басқа аватарлар әлі де Аангтың ішінде болған. Егер ол біреуден бірдеңе сұрағысы келсе, олармен байланысудың жолын табуы керек еді. Алдыңғы аватармен байланыс орнату үшін Аанг Киоши мүсінінің етегіндегі медитацияға назар аударды. Жарық қайтадан пайда болды. Ал бала ақыры Киешимен ойша кездесті. Оқудан және жақындасудан кейін Сока мен бастықтың қызы бір-біріне деген сезімдерін дамытты. Екеуі де ауылды қорғауға жауапты күшті жауынгерлер болды. Олар сүйісіп жатқанда дабыл қағылды. Олардың құмарлық сәті үзілді. Бірақ бұл қоңырау Киеши аралында соғыс басталғалы тұрғанын білдірді. Осы кездесу барысында Киеши Аангға көп нәрсені түсінуге көмектесті. Біріншіден, барлық 4 элементті білудің себебі бар. Өйткені төртеуінің көмегімен ғана сіз әлемді басқара аласыз. Аватардың ең жоғары күші. Аватар күйі. Бұл өткен өмірдің жиынтығы. Бұрынғы аватарлардың барлығы өз күштерін ай арқылы шоғырландырған. Бұл кезде көшбасшы әйел мен Цао бір-біріне қарама қарсы тұрады. Ол алғашында өте мейірімді болды. Бірақ ол ауылға барып, Аангты табуды талап еткенде, көшбасшы әйел қарсы тұра бастады. Аангға оралғанда, Киеши оның әлемді қорғау жолында кейбір адамдарға зиян тигізетінін мойындағанын қалайды. Аватар болу үшін ол қаһарлы, қатыгез жауынгерге, әсіресе ешқашан сәтсіздікке ұшырамайтын жауынгерге айналу керек. Егер ол сәтсіздікке ұшыраса, айналасындағылар міндетті түрде өледі. Киеши аралындағы жауынгерлер шынымен де керемет күшті. Олар ұзақ уақыт бойы шыдаса да, қарсылық тек қорғаныс болып табылады. Егер осылай жалғаса берсе, көшбасшы әйел бүкіл ауыл жойылып кетеді деп қорқады. Дәл осы сәтте оған аватар, барлығын қорғай алатын күшті аватар пайда болуы керек. Киешидің Аангқа үйреткен соңғы сабағы. Бұл үшін төлеуге тура келмейтін үміт болуы мүмкін емес еді. Бұл дүниеде қарапайым ештеңе жоқ. Егер Аанг өз міндетін орындаудан жалтара берсе, ол әлемді ғана емес, Киеши аралын және оның достарын да құтқара алмайды. Осы уақытта Аангты қорғау үшін Катара Зуконы тоқтату үшін таудан түсіп, өз өмірін қатерге тікті. Катара артындағы барлық сарбаздарды жою үшін суды басқарды. Дегенмен, Зуконың күші ол үшін әлі де тым қорқынышты болды. Бұл 3 жыл бұрынғы таңғаларлық естеліктерді қайтарды. Зуко Катараны өртеп жібермекші болған кезде Киеши пайда болды. Ол саусақтарының ұшымен Зуконы жойып жіберді. Содан кейін ол Цао мен Киеши аралының жауынгерлері соғысып жатқан қалаға телепортаж жасады. Алдыңғы аватар қонған кезде үлкен қысым жасап,
барлық сарбаздарды жерге құлатты. Киеши өз энергиясын жерге бағыттауды жалғастырды. Барлық сарбаздарды сумен араласқан отты дауылмен жұтып қойды. Бұл аватардың күші. Аватардың не істей алатыны оқиғалардың барысын өзгерте алады. Әрине, Цао бүкіл әскерге шегінуді бұйырды. Содан кейін тез қашып кетті. Киеши жоғалып кеткенде Анг қайтып келді. Осы кезде аралда 2 күн аяқталды. Аралдағылардың бәрі Ангқа істегені үшін, алғыс айту үшін бастарын иді. Сока мен қыз олардың жолдары тарайтынын білді. Сондықтан олар аяқталмай қалдырған істерін жалғастырды. Қыз Ангқа Киеши жауынгерлерінің символы болып табылатын желдеткішті естелік ретінде сыйлады. Уақыт қысылып қалды. Сондықтан үшеуі де жолын жалғастыруға мәжбүр болды. Киеши Ангқа аватарды тек олардың киелі жерінде шақыра алатынын айтты. Анг үлкен қайғылы оқиғаның алдын алу үшін солтүстік су тайпасына баруға мәжбүр болды. Бұл жер әлемдегі ең жақсы су сиқыршыларының үйі болды. Сондықтан олар оған суды майыстыру өнерін меңгеруге көмектесер еді. Солтүстікке барар жолда Анг кездейсоқ ұша алатын адамды көрді. Бала мұны тағы бір әуе бүгуші деп ойлап, бірден олардың артынан қуды. Әуе бүгуші жердің аман қалған соңғы кереметтерінің бірі Амасаға ұшып бара жатқан. Зуконың атасы Анг пен оның серіктерінің басын халық көп шоғырланған жерде кесіп тастауды ұсынды. Тіпті аватар болса да, Анг әлі де тамаққа мұқтаж болды. Егер олар солтүстікке тым алыс кетсе, Анг от елінің күштерімен бетпе-бет келуі мүмкін еді. Сондықтан Цао Зуконың ақпарат берушілермен көбірек ақпарат бөлісуіне мүмкіндік беруін қалады. Осылайша олар хабарды жеткізе алады. Омасаға келгеннен кейін үштік ондағы күзетшілердің қатыгездігіне куә болды. Осы кезде ат арбамен келе жатқан Джет есімді жас жігіт оларға Омасаға бөгде адамдарды кіргізбеу керектігін айтты. Джет кетуге дайындалып жатқанда Катара одан ішке кіруге көмектесуін өтінді. Оның Омасада бір досы бар еді. Онымен кездесуге тура келді. Сұлу қыз сұрағандықтан ол келісуге мәжбүр болды. Джет оларға жергілікті киімдерін ауыстыруға рұқсат берді. Содан кейін ол жердегі сарбаздардың неге сонша шиеленіскенін түсіндіре бастады. Омасу жердегі қалған соңғы бекіністердің бірі болды. Қанша тырысқанымен өрт сөндірушілер ешқашан қақпадан өтудің жолын таба алмады. Бірнеше ақылды сөздерден кейін Джет үшеуіне олар арқылы сәтті өтуге көмектесті. Джет олармен қоштасып, сәттілік тіледі. Ол Катараға абай болуды ескертуді ұмытпады. Өйткені Омасу шынымен қауіпті. Қауіп еш жерде көрінбеді. Бірақ қиыншылық болуы мүмкін еді. Анг ішке кіре салысымен өзінің досы Эйр көшпендісін іздеуге жүгірді. Алайда ол келгенде бұл Эйр көшпендісі емес, Тио есімді мүгедектер арбасындағы бала болатын. Үш бірлік шоктан айығып үлгермей жатып, кенеттен үйге бомба түсіп, айналасындағылардың бәрі жарылып кетті. Бақытымызға орай, Анг сонда болды және жалынды бақылау үшін чакрасын пайдаланды. Сондықтан Катара оны сөндіре алды. Тио Ангтың әуе көшпендісі екенін білген соң, сөйлесу үшін Ангты ішке кіргізді. Ол бомбаны от адамдарының тыңшысы қойған деп күдіктенген. Осы бейберекет заманда қауіпсіз жер табу оңай болған жоқ. Дегенмен, Тио қазір әлем әлі де үлкен үмітке толы екенін сезінді. Әлі де күшті әуе көшпендісі болды. Жел әрқашан от халқының әлсіз тұсы болды. Әуе бүгушілер отты бағындырушылардың қас жауы болды. От адамдары ауылды өртеп жібергеннен кейін Тионың әкесі оны осында әкелу үшін қолдан келгеннің бәрін жасады. Сай Омасу патшаның механигі болған. Ол қаланың ең маңызды ауданын күтіп ұстауға жауапты болғанымен, ол әрқашан кішіпейіл және өзін елеусіз сезінетін. Анг далаға шығып, Омасу тұрғындарының тыңшылардың тосын шабуылынан кейін қатты қиналып жатқанын көрді. Осыған сүйене отырып, Анг Омасу тұрғындарына көмектескісі келетінін шешті. Егер ол әлемді құтқарғысы келсе, алдымен сол адамдарды құтқаруы керек еді. Ол Тионың әкесіне көмек көрсету үшін қайтып келді. Ол өзінің аватар екенін алғаш рет мойындады және жарылыс туралы көбірек білгісі келді. Тио тыңшының жарылысы тауда болғанын сезді. Өкінішке орай, дәл осы сәтте ол мүгедектер арбасына таңылып, ол жаққа өзі бара алмады. Алайда, Ангтың жел сиқырының көмегімен оған жету қиын болмайды. Оның жақтастарынан алынған ақпаратқа сүйене отырып, Ча Омасуда әуе көшпендісі бар екендігі туралы кеңес алды. Енді ол жерге кіру үшін оларға байланыс қажет болды. Алайда, бұл байланыстар ең көп дегенде екі адамды орналастыруға мүмкіндік береді. Ішке кіргеннен кейін сырттағы әскер ешқандай қиындықты жеңе алмайды. Зука аватарды түсіру үшін онымен бірге барғысы келді. Катара қатты жаттығып жатқанда, ол барлауға аттанғалы жатқанда, кездейсоқ сайдың от ұлтының тыңшысымен саудаласып жатқанын көрді. Садағыңды тарт. Рас, қол пайда болып, оны артқа тартты. Бұл реактивті ұшақ болып шықты. Реактивті ұшақ сайға оның сатқын екенін айтты. Қазіргі уақытта ол жұмыс істейді. Өрт сөндірушілер жабдықтар шығаруға және құпияларды Омасқа сатуға мамандандырылған. Джет шапанын шешіп, екі қылышымен қаруланып, қызыл шапан киген адамның артынан қуды. Алайда, Джет тым баяу болғандықтан оны көрмей қалды. Джет іздеп жатқанда, диктор қызыл шапан киген адамның сол жерде болғанын және оны күтіп тұрғанын айтты. Диктор қуғыншының ебедейсіз болғаны сонша, олар оны қуып жететінін білмейтінін байқады. Сонымен қатар, қуғыншының өзіне тым сенімді екенін атап өтті. Екі жақ бірден ұрысқа кірісті. Біраз уақыттан кейін Джет әбден шаршағанын сезіп, қосымша күштерді шақыра бастады. Кенет ұзын бойлы адам пайда болып, Лоланы құлатып, есінен танып қалды. Содан кейін өлтіруші әйел пайда болды. Ол екі пышақты керемет ептілікпен басқарды
өте кішкентай бала. Ақырында садақшы керемет дәлдікпен. Олар барлық жауларын талқандағаннан кейін Джет Катараны терең жерге апарды. Олар тұратын орманда отты бағындырушы олардың қайда екенін ешқашан білмеген. Ғасырлар бойы жүргізілген шайқастардан кейін патшалар бірте-бірте рухын жоғалтып, жемқор шенеуніктердің қатыгездікке ұшырауына жол берді. Дәл сол кезде от адамдары кіру үшін саңлауларды пайдаланды. Мұндағылардың әрқайсысы от адамдарының қолынан жақын адамдарынан айырылды. Олардың жақындары, олардың бәрі бұрын жетім немесе босқын болған. Бірақ қазір олар еркін сарбаз. Дәл осы кезде Аанг пен Тио бомбалаушы базаға келді. Бірақ ол жерден ешкімді таппады. Қалғанына қарап, олар бомбалаушылардың жақында ұшып кеткеніне сенімді болды. Жарылғыш заттардың іздері әлі де бар еді. Жергілікті халықтың жартысын жару үшін бірнеше ампула жеткілікті болды. Бұл аудан. Мұны естіген Аанг қатып қалды да, жарылыстың артында өрт сөндірушілер емес екенін түсінді. Бұл диверсанттардың кім екенін білген бойда, ол бұл туралы Сока мен Катарға хабарлау үшін Саяның шеберханасына қайта оралды. Сол уақытта Катара да оралды. Екеуі де тауда қалған іздерге сүйене отырып, бұл диверсанттардың кім екенін білетіндерін айтты. Аанг оның реактивті ұшақ екеніне сенімді болды. Алайда Катара Саяның от адамдармен қарым-қатынасының куәсі болғандықтан ол оның тыңшы екеніне сенді. Бұл Катара мен Сока арасындағы жанжалға әкелді. Ол оған ешқашан сенбейтініне шағымданды. Бұл арада ол оны әрқашан бала сияқты ойлайтын деп ойлады. Олардың келіспеушілігіне ашуланған Катара оны іздеп көшеге жүгірді. Бұл Джет. Джет енді шындықты Катарадан жасырмады. Ол Омасадағы маңызды қоқыс жинау миссиясына дайындалып жатқанын түсіндірді. Осы уақытта Джеттің адамдары бомбаны Тионың багажына ауыстырды. Ал Тионың әкесі жаңа өнертабысты көру үшін Астанаға бет алды. Бұл оның Тио мен патшаны жарып жіберу мүмкіндігі болды. Джет абайсызда өзін қорғап, бұрын жарылған қойма тыңшылардың кездесу орны болды деп мәлімдеді. Ол өзін дұрыс істеп жатқандай сезінді. Өйткені ол сатқынды одан да көп зұлымдарды өлтіру үшін пайдаланды. Джет қанша бейбіт тұрғынның өлгеніне мән бермеді. Бұл ол үшін бостандықтың құны болды. Катара енді бұл жындымен ақылдаса алмады. Сондықтан ол бұл туралы хабарлау үшін қайта оралды. Онга мен Соканы қалыптастыр. Олар Тио мен оның әкесінің чемоданды ашуына жол бермеу үшін Астанаға асығуға мәжбүр болды. Алайда үшеуі сыртқа шыққан бойда Зуко мен оның ағасы пайда болды. Онг Зуконы тоқтату үшін артта қалды. Ал қалған екеуі сайдың артынан қуды. Зуко от сиқырын қолдана алмады. Өйткені бұл жер патшалығының әскерін өзіне тартатын еді. Бірақ Зукоға от қажет емес еді. Ол әлі де күшті жауынгер еді. Зуко оны тоқтатуға дәрменсіз Аангты азаптап жатты. Қуғаннан кейін Аанг кездейсоқ Зуконың дәптерін ұрлап алғанын айтты. Ашуланған Зуко базарды өртеп жіберген отты шарды атып жіберді. Жалынның жалындап тұрғанын көрген адамдар көмекке шақырып жүгірді. Осы уақытта Катара мен оның ағасы Саяны сәтті қуып жетті. Ол сарайға қарама-қарсы ағашта Джет тобының садақшысын тез байқады. Катара траекториясын бұрып, отты жебені ату үшін су шарларын бірден басқарды. Осылайша Джеттің патшаны өлтіру әрекеті толығымен сәтсіз аяқталды. Зуко өрт сөндіруші ретінде өзінің жеке басын ашқаннан кейін ол Омасу сарайынан кетуге әрекеттенді. Алайда жердегі халықтың әскері оны аяусыз қуды. Зуконы құтқару үшін, Эно әскердің назарын аудару үшін өзінің өрт сөндіруші тұлғасын әдейі ашып, Зуконың қашып кетуіне мүмкіндік берді. Осы кезде Аанг кенеттен түрмеге жабылды. Көп ұзамай әскер пайда болып, Аангты зынданға қамады. Тек Аангы ғана емес, Эно да зынданға қамалды. Эно білгендей, жерді жаулап алушы ешқашан жеңілгендерге мейірімділік танытпаған. Жауап алу кезінде Сока Сай отты жеңушімен ынтымақтастықта болғанын мойындады. Алайда ол оларға Омасуды қорғау үшін бірнеше компоненттер ғана берді. Егер олар Сай бұл талапты орындамаса, олар қалаға шабуыл жасап, бәрін өлтіреміз деп қорқытты. Тио да өледі. Дәл осы кезде Катара келіп, Анның таудың тереңінде түрмеде отырғанын хабарлады. Осы уақытта Эно мәжбүрлі еңбек лагеріне жіберілді. Сарбаздар Аангты патшаға алып келді. Аангты көпшілік алдында бұзақылық жасады деп айыптады. Бірақ патша оған шай беруді бұйырды. Бұл Аанг 100 жыл бұрын білетін жер елінің інісі Буми екені белгілі болды. Буми Аангтың неліктен әлі күнге дейін баланың кейпіне енетінін түсінбесе де, ол Аангтың аватар, әлемді құтқарушы екенін білді. Алайда Омасу патшалығының патшасы әлемнің қауіпсіздігіне мән бермеді. Буми шынымен де рухын жоғалтты. Ол күні бойы күліп, айналасындағы шенеуніктермен қалжыңдасып жүрді. Мерекелік дастархан басында отырып, мемлекеттік істерді елемей, бұл енді өзі білетін Буми емес екенін сезді. Буми бірден Аангтан өткен ғасырдағы сол соғысқа қатыспағанын сұрады. Аанг айналасындағы дүниенің өртеніп жатқанына куә болды ма? Буми Аангтың 100 жаста болуы мүмкін екенін, бірақ оның 100 жыл өмір сүрмегенін айтты. Сонымен бірге Сока мен Катара Аанг қамалған зынданға апаратын құпия түннелге жетті. Адамзат тарихында бұл қараңғы жерге ешкім кіріп шықпаған. Сырттағы жергілікті тұрғындар олардың өліп қалатынына сенімді болып, олардың ішке кіргенін көргенде ғана таңғалды. Түннелдердің тереңінде Сока кенеттен бағытын өзгертіп, ешбір картада белгіленбеген басқа жолды таңдады.
бірақ бұл жай ғана алдын ала ескерту болды. Бұл шешім оларға алауларды сөндіруге тура келетін жаңа жолды ашты. Мәжбүрлі еңбек лагеріне барар жолда генерал Эноны аяусыз азаптады. Оған інісі жанашырлық пен батылдыққа ие 19 жастағы жасөспірім шабуыл жасады. Ал от ұлтының сарбаздары оның отанын өртеп жіберді. Генерал өртті сөндіруге оралғанда, оның ағасы рухын босатып үлгерді. Сол күннен бастап, тіпті түсінде де генерал жалынның иісін сезді. Эноның көзіне қарап, ол жоғалтуды мүлде байқамайтынын сезіп, одан сайын ашуланды. Егер сарбаздар оны тоқтатпаса, ол барлық ережелерді елемей, дәл сол жерде Эноны өлтірер еді. Бірақ ол жалғыз ұлы қайтыс болғаннан кейін шегінуге бұйрық берген Эно екенін білмеді. Оның ұлы, от халқының ең мықты жауынгері саналған, өмірінің ең жақсы кезеңінде қайтыс болды. Эноны тек Зуко ғана түсініп, оған жаны ашыды. Ол әрқашан Эноның ұлына үлгі ретінде қарайтын. Осы уақытта Буми Аангты аты аңызға айналған Омасу қақпасына апарды. Ол Аангтың аватар болуға дайын екенін тексергісі келді. Бумидің көзінше, Аанг осы сәтте әлемді құтқару жауапкершілігіне мән бермейтін, жай ғана ойнақы бала болды. Сондықтан қазір соңғы ойынды, бір өмірлік ойынды ойнайтын кез келді. Буми мен Аанг өмір мен өлім үшін күреседі. Зуко қашып құтылған жоқ. Оның орнына ол Эноны құтқару үшін күтпеген жерден оралды. Мәжбүрлі еңбек лагеріне бара жатып, ол барлық күзетшілерді құлатып, Эноның бұғауларын жұлып алды. Эно шынжырдан босатылғаннан кейін, ол барлық жер сиқыршыларын жойды. Оған тек генерал ғана мейірімділік танытты. Алайда, ұрыс таласы жанашырлық танытпайтын жер. Генерал Эно қырағылығын жоғалтқан сәтті пайдаланып, оған шабуыл жасады. Зуко Эноның қалып, демалғанын қалады. Бірақ ол жер сиқыршыларының әскері қосымша күш ретінде келе береді деп қорықты. Сондықтан олар дереу кетуге мәжбүр болды. Әйтпесе тым кеш болар еді. Бумидің жасы 100-ден асқанына қарамастан, оның күші әлі де жоғары болды. Ол жерді жаулап алу техникасын жоғары деңгейде меңгеріп қана қоймай, оның денесі өте икемді болды. Бұл оған жер мен тастарды оңай басқаруға мүмкіндік берді. Буми өліммен күрескенімен, ол бірде-бір өлім соққысын жасаған жоқ. Ол көптен бері жоғалған досымен ойнап жүргендей болды. Бумидің жүрегінде Аангты қатты жек көретін. Әлемге Аанг ең қажет болғанда, Бумиге Аанг ең қажет болғанда, ол жерде болмады. Бумиге келетін болсақ, бұл дүниеде сіз ешкімге, әсіресе достарыңызға сене алмайсыз. Бұл мәлімдеме Аангтың жүрегін мың жебедей тесіп өтті. Ол шындап жалтарып, содан кейін тікелей Бумиге қарай жүгірді. Аяғын сәл ғана бұрып, Буми Аангты жартылай құм шұңқырына батырды. Осы уақытқа дейін Буми тек Аангпен ойнады. Енді Буми Аангтың аватар болуға дайын екенін тексеретін кез келді. Буми төбеден тас алып, оны тікелей Аангтың басына лақтырды. Мені таң қалдырғаны, Бумидің басына тағы бір тас түсті. Энг екі тасты да ұстап алу үшін қолын созуға мәжбүр болды. Буми дәл осы сәтте Энг не істеу керектігін таңдауы керек деп сенді. Содан кейін оған мүмкін емес таңдау жасауға тура келетін уақыт келеді. Өйткені Энг әлемді құтқарып жатқанда, оның екеуі де болуы мүмкін емес еді. 100 жыл бойы, күннен күнге, жылдан жылға, Буми бұл қаланы құтқара ма, жоқ па, соны таңдауы керек еді. Соңғы азық-түлікті кім алады? Жетімдер үйі ме, әлде әскер ме? Буми Аангты тастың құлап кетуіне жол беруге шақырды. Оның құлап кетуіне жол беру арқылы ғана ол аватар болудың қандай екенін түсінеді. Аанг құлап кетуге дайын болған кезде, оны құтқару үшін Катара мен Сока пайда болды. Буми патша Аангтың өз шешімін қабылдамағанына қатты ашуланды. Алайда Аангтың достарына арқа сүйеуі оның мінезінде болды. Аанг достарымен бірге әлемді құтқарар еді. Аанг Бумидің 100 жыл бұрын сыйлаған алқасын алып шықты. Бұл Аанг пен Буми арасындағы тамаша достықтың дәлелі болды. Өзінің үлкендігі мен қос агент ретіндегі жұмысының арқасында Буми отты халық армиясының Омасаға шабуыл жасайтынын білді. Ол сарбаздарды екі жаққа да мұқият орналастырды. Сондықтан Аангтың алаңдайтын ештеңесі болмады. Аангтың өз жолы болды. Ол әлемді құтқаруы керек еді, ал Омасу Бумидің туған жері болды. Ол бұл жерді жақсы көретін және оны қорғау үшін жанын беретін. Омасудан келе жатқан жолда үшеуі де от ұлтының сарбаздарының шабуылына ұшырады. Бірақ олар қалып, соғысудың орнына қашуды жөн көрді. Дәл осы кездесудің арқасында Катара өзінің жаңа дағдыға ие болғанын түсінді. Ол мұз сиқырын керемет шеберлікпен қолданып, жер сиқыршыларының жерді қалай басқаратынын бақылап отырды және ол мұзбен де солай істей алды. Катара барлығын құпия нұсқаулықтан үйренді және оның солтүстік су тайпасына баратын күнін асыға күтті. Онда су сиқыршылары оны келесі деңгейге көтереді. Алайда олар солтүстікке қарай жылжыған сайын от еліне жақындай түсті. Аанг төмен қараса, жол салу үшін от жағушылар өртеп жіберген алып орманды көрді. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, жер кенеттен өсімдіктерді қабылдауды және оларға күтім жасауды тоқтатып, ауырып қалғандай болды. Бір топ ауыл тұрғындары тамақ іздеуге жіберілді. Бірақ жергілікті тұрғындардың айтуынша, жер кенеттен өсімдіктерді қабылдауды және оларға күтім жасауды тоқтатып, ауырып қалған сияқты. Олар әлі оралмаған. Бұл анықтамалар ауынға топтың рухтар әлемінде адасып қалуы мүмкін екенін түсінді. Сондықтан ол су тайпасының адамдарын рухтар әлеміне ертіп, содан кейін оларды қайта әкелуді ұйғарды. Аватар табиғат әлемі мен рухтар әлемі арасындағы көпір. Ауын рухтар әлеміне апаратын қақпаларға жақындаған сайын, олардың қатысуын соғұрлым айқын сезінеді. Буми бірде ауынға аватарлардың мүмкін емес нәрсеге қабілетті болу керектігін айтқан. Сондықтан Аанг көргендерінің бәрін құтқарғысы келеді. Енді ол рухтар әлеміне жету үшін
ең күшті рухани энергиясы бар орынды табу керек. Біраз уақыттан кейін үшеуі ормандағы рухтардың киелі орнына келді. Бұл сондай-ақ ең күшті рухани энергияға ие орын. Аанг отырды да санасын шоғырландырды. Содан кейін ол өз жанын тәнінен ажыратты. Бір қызығы, Сок пен Катараның жандары да Аангтан бөлек болды. Сока Аангтың мойнынан ұстап, оны қайтарып алуын өтінгенде, үшеуі де күтпеген жерден рухтар әлеміне жеткізілді. Енді олар артқа бұрыла алмай, әрі қарай жүруді ұйғарды. Жолда олар орманның шетінде тұрған алып құсты кездестірді. Құс кенет сөйлеп, өзін білім рухымын деп таныстырды. Алайда оның даусын тек Аанг естіп, түсіне алды. Бұл түсінікті болды. Өйткені Аанг аватар болған, ал су тайпасы жай адамдар болған. Алып құс Аангқа оларды тезірек қайтаруды ескертті. Олар мұнда неғұрлым ұзақ тұрса, соғұрлым оларға қауіп төнеді. Рухтар әлемі адамдарды қарсы алатын орын емес. Аанг мұнда тек досын құтқару үшін келіп, содан кейін кеткісі келетінін түсіндірді. Мейірімді құс оған дәл осы жолмен алда тұрған тас саятшылыққа қарай жүруді және ешбір жағдайда адаспауды бұйырды. Өйткені бұл қалған екеуіне қауіп төндіреді. Сока мен Катара Аангтың мазасызданғанын сезді. Мұны олардан жасыра алмайтынын біліп, ол шындықты айтты. Алып құстар, егер олар осылай жалғаса берсе, шындықпен бетпе-бет келуге тура келетінін айтты. Сока мен Катара уайымдаудың қажеті жоқ деп жеңілдеп қалды. Осы кезде кенеттен орманнан құбыжық пайда болып, оларға қарай жүгірді. Шабуыл жасамау үшін олар қауіпсіз жолдан шығып кетті. Иілуді пайдалана алмай, Аанг шақырылсын деп айқайлады. Барлығы тез қашып кетсін. Құбыжық олардың артынан қуған жоқ. Ол жай ғана орнында тұрып, ақ түтіннің бұлттарын шығарды. Үшеуі де басқа өлшемге көшті. Катара 3 жыл бұрын үлкен апат болған күні ауылға оралды. Ол тағы да от ұлтының сарбаздары анасын қорғап, оны тірідей өртеп жібергеніне куә болды. Сока да солай істеді. Бірақ ол коньки мен сырғанау сынағынан өткен уақытқа оралды. Ол оны тапсырды, бірақ тек ағасының көмегінің арқасында. Әйтпесе, оның кесірінен бәрі мұз шұңқырына түсіп кетер еді. Сока бұл туралы әкесі мен ағасының әңгімесін кездейсоқ естігенше білмеді. Ол әкесінің басқалардың, әсіресе Соканың өмірі үшін бәрі бірдей жауапты бола бермейтінін айтқанын естігенде, ол қатты күйзелді. Сонымен бірге, Онг өзінің туған қаласы болғанға дейін оны көрген сәтте, оның шындыққа жанаспайтынын түсінді. Құбыжық қырқаяқ пайда болды. Ол алғаш рет біреудің өзі жасаған иллюзиядан қалай құтыла алғанына куә болды. Мен Аангпен сөйлескенімде, бұл менің танысым болып шықты. Қырқаяқ бұрынғы аватарларды білетін. Сол аватарлардың бірі Қырқаяқ өте жақсы көретін затты ұрлап кеткен. Ол Аанг оны қайтару үшін келді деп ойлады, бірақ бұл шындыққа сәйкес келмеді. Егер Аанг осылай айтса, онда ол Аангтың достары қазір оның тамағына айналды деп адал айтты. Оның озбыр Қырқаяқты жеңе алмайтынын білген Аанг бірден қашып кетті. Кенет Аанг өте таныс көріністі көрді. Ол үйге кіргенде, бұл шынымен де оның қожайыны еді. Басында Аанг бұл елес деп ойлады. Бірақ үй иесінің ойнақы мазақтауы оны шынымен солай екеніне сендірді. Өзі оны өлтіргеннен кейін, оның ұстазы басқа монахтар сияқты ағартушылықтың келесі сатысына өтуді шешкен жоқ. Ол осында қалуға шешім қабылдады. Өйткені ол Аангтың оған мұқтаж екенін білді. Алайда, егер Аанг аватардың жағдайын қалай ауыздықтауға болатынын сұрағысы келсе, мұғалімі мұны қалай істеу керектігін білмес еді. Аанг бұл туралы сұрай алмады. Сондықтан ол өзінің екі досы Сока мен Катараның қазіргі жағдайын білгісі келді. Бұл сұрақ оның мұғаліміне түсінікті болды. Осы кезде екеуі тұманды батпақта, адамдарды ең қараңғы естеліктерінде жерлейтін жерде болды. Бұл сонымен қатар бет әлпетін ұрлайтын, құбыжықтың аң аулайтын жері болды. Бұл құбыжық шарасыздық пен күдіктен сал болып қалғандарды аулады. Ол құрбандарын үйіне апарып, оларды өлтіруге дайын болғанша сонда ұстайтын. Мұндай жағдай орын алғанда, жәбірленушінің жаны мәңгілікке жоғалып кететін. Аанг досын құтқару үшін Ко-ны жеңудің жолын тапқысы келді. Бірақ мұғалімі бұл мүмкін емес деді. Ко қауіпті және керемет қатыгез бастапқы рух болды. Бұрынғы инкарнациялар Ко мен араздасқан, бірақ олардың ешқайсысы ешқашан сәтті болған емес. Тек аңыздарда Куру бір кездері рухты жеңген деп айтылады. Егер Куру мүмкін болса, Аанг барып Курудан сұрар еді. Бірақ Курумен байланысу үшін Аанг тәуекелге бел буып, от еліндегі ғибадатханасына баруы керек еді. Аанг мұғалімімен қоштасып, досын құтқару үшін тез жолға шықты. Ол мұғаліміне жұмысы біткен соң бар уақытын онымен сөйлесуге арнаймын деп уәде берді. Аанг кетер алдында мұғалімі оған тек өткеннің азабын ұмытып, болашақ үшін өмір сүруге кеңес берді. Аанг басын изеп, Ку ғибадатханасына бару үшін табиғат әлеміне тез оралды. Омасудағы сәтсіздіктен кейін от патшасы Озайдзауға аватарды іздеуге толық өкілеттік берді. Енді Зуконың кемедегі дауысы соншалықты маңызды емес. Бұдан былай барлық шешімдер мен әрекеттер Цао арқылы қабылдануы керек. Капитан Джей Зуконың өз бөлімшесінің істеріне үнемі араласуына қатты наразы болды. Сондықтан ол енді Цаоның бұйрығын толығымен орындады. Біраз сапардан кейін Аун от еліндегі Куру ғибадатханасына келді. Ол кездейсоқ данышпандарды көріп, оларды қарсы алуға жүгірді. Өкінішке орай, оны жылы қарсы алмады. Қарт оны қуып келе жатқанда, бейтаныс адам оның қолынан ұстап алды. Әлгі адам оны жасырын бөлмеге апарып, аватар Куру ғибадатханасына апарды. Бұл кісінің аты Сию. Ол аватар Ку ғибадатханасының қамқоршысы болған. Ку іліміне сәйкес,
Сью аватарлар бір патшалықтың өкілі емес деп санайды. Аватарлар барлығына тиесілі және олардың міндеті әлемді құтқару. Өкінішке орай, данышпандар аватарларға сенбейді. Олар тек от патшасы Озайға сенеді. Енді олар шындықтың жолынан адасты және оларды өзгерту мүмкін емес. Аңққа кірумен сөйлесу үшін уақыт керек. Сондықтан ол Шудан данышпандарды мүмкіндігінше ұзақ уақыт бос ұстауын сұрайды. Шу ауызша келіссөздерге барады, бірақ данышпандар зорлық-зомбылықты жақсы көреді. Олар әлемді от патшасы Озайдың күші ғана біріктіре алады деп сенеді. Аватардың иллюзиялық атағы бейбітшілікке ешқандай ықпал етпейді. Шынайы әлем күштілердің қолында. Екі аватар арасындағы диалогқа қайта оралады. Куру от патшалығы сияқты қатыгез патшалықта өмір сүрсе де, ол керемет жұмсақ және көңілді. Аватарлар бір-бірінің бейнелері болғанымен, олардың әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері бар. Екеуі бірдей емес. Куру Аңтың одан көмек сұрағанын білгенде, Куру оны тыңдауға және кездескен қиындықтарды жеңуге көмектесуге келісті. Бірақ Аңк оның рухы туралы айтқан кезде, Курудың жүзі бірден өзгеріп, одан басқасының бәрін ұмытып кеткенін айтты. Куруканың Аңкты ол болжай алмайтындай етіп ренжіту үшін жеткілікті қауіпті екенін ескертті. Бірақ Аңк табанды болды. Оған достарын құтқару керек болды. Зуко қаншалықты қауіпті болса да, ол бас тартқысы келмеді. Шындық мынада, Куру ешқашан Коны жеңген емес. Ол бір рет қана Коның ең қымбат қазынасын, жер құдайының кулонын, барлық тіршілік иелерінің жүздерін жасаған ежелгі рухтың жүзін ұрлай алды. Және ол Коның анасы болды. Осыны пайдаланып, Ан достарын құтқару үшін Комен сауда жасай алады. Алайда Куру оған аватар достарының қасында болғанда, ол кедергілерге тап болатынын еске салғысы келді. Кейінірек Ану мүмкін емес шешімдер қабылдауға мәжбүр болады. Ол әлемнің қажеттіліктерін өз қажеттіліктерінен жоғары қою керек еді. Осылай деп Ан Күрмен қоштасып, ақыл-ой саласынан кетіп қалды. Ол сыртқа шыққанда барлық данышпандар жеңіліске ұшырады. Олар өлген жоқ, жай ғана сал болып қалды. Келесі сәтте құбыжық күтпеген жерден Аңққа шабуыл жасап, оны есінен тандырды. Ол оянғанда алдынан бейтаныс әйелді көрді. Аңқ өзінің аватар екенін көрсетті және одан әлемді құтқару үшін оны жіберуін өтінді. Бірақ ол үшін әлем оны лайықты адамдар үшін ғана құтқаруға тұрарлық еді. Осы сәтте ол өзінің қазіргі шындығына риза болды және Аңқты жібергісі келмеді. Зуко пайда болған кезде жағдай нашарлай түсті. Бұл әйелдің Ено жіберген жалдамалы екені белгілі болды. Ол кәсіпқой аңшы болған. Сондықтан Аңқ сияқты бұзық баланы ұстау оған көп қиындық тудырмады. Жол бойында Аңқ одан бірнеше рет оларды құтқаруға рұқсат беруін өтінді. Егер ол мұны жасамаса, олар мәңгілікке жоғалып кетеді деп қорықты. Алайда Зуко салқын түрде бас тартты және Аңқтың неге бұлай әрекет етіп жатқанын сұрады. Өйткені ол ондай адам емес еді. Шамамен 3 жыл бұрын отанға жасалған шабуылды талқылауға арналған стратегиялық кездесу кезінде Өзай Зукодан жауға қалай қарсы тұру керектігін сұрады. Зуко ақылды идеяны ынтамен ұсынды. Дегенмен, әлсіз тұсы, Зуко әлі де өз сарбаздары үшін шегіну жолын қалдырды. Генерал жоспарды дереу қайта қарап, жауды тұзаққа түсіру үшін әскерге шақырылғандар бөлімшесін жіберді. Содан кейін олар жерді жаулап алушының өмірлік маңызды нүктелеріне шабуыл жасады. Зуко бірден наразылық білдіріп, мұны қорқынышты тактика деп атады. Бұл оның мақсатына жету үшін бүкіл әскерін құрбан етумен бірдей екенін айтты. Қазіргі уақытқа оралсақ, Цао күтпеген жерден орманда Зуконың экипажын тұтқындады. Цао Зукоға бұйрықтарға бағынбағаны үшін сөгіс беріп, аватарды патшаға таныстыру үшін оны дереу беруін талап етті. Зуко орнынан тұрып, қарсылық көрсетуге тырысты, бірақ орманды от адамдарының садақшылары қоршап алды. Олар 100 метр қашықтықтан от шыбындарын ату қабілетімен танымал. Дәрменсіз Зуконың Аңқты тастап, содан кейін Цаоның аватарды алып кеткенін көруден басқа амалы қалмады. Сол түні Цао Аңқты түрмеге қамап, өз лагерінде алаңсыз үлкен той жасады. Алыста бетперде киген адам оның әр қимылын үнсіз бақылап отырды. Бетперде киген адам шарап арбасының астына тығылды. Содан кейін ол арбаның ішіне кіріп, күзетшілерді сәтті айналып өтті. Шарап арбасы қала қақпасынан өтіп бара жатқанда, бетперде киген адам кәріз арқылы зынданға тез түсіп кетті. Масканың басын күші ішіндегі барлық сарбаздарды қабілетсіз етті. Олар Чаға ескерту жасай алмай тұрып, оларды қашып үлгерді. Бетперде киген адам Аңқтың камерасына кіріп, шынжырларын үзіп, оны босатты. Аңқ бұл адамның кім екенін сұрағысы келді. Бірақ бұл уақыт емес екенін түсінді. Ол алдымен қашып кетуі керек еді. Сарбаздар той жасап жатқанда екеуі де жорғалап шықты. Дәл осы сәтте Ча кенеттен Аңққа қайырлы түн тілеу үшін зынданға түскісі келді. Күзетшілердің жерге шашылып жатқанын көріп, ол тез ішке қарай жүгірді. Оның ең жаман қорқынышы орындалды. Аватар қашып кетті. Ча дереу қала қақпасын ашуға бұйрық берді. Енді ешкімге ішімдік ішуге болмайды. Аватар қашып кетті. Екеуі қашуға дайындалып жатқанда, бірінен соң бірі сарбаздар келе жатты. Бетперде киген адам мен Аңқ бірге соғысып, жаудың барлық әскерлерін жойды. Бұл жолы Аңқ бар күшін бір шабуылға салып, олардың барлығын жойды. Олар қабырғаға көтерілу үшін рычаг ретінде 2 сырықты пайдаланды. Содан кейін олар қала қабырғасының қарама-қарсы жағына көшті. Олар қала қақпасынан бір қадам ғана қалғанда, Ча отты шарды атып, олар жерге құлады. Сарбаздар тағы да шабуыл жасамақ болды. Бірақ Ча оларға тоқтауды бұйырды. Ол бір адамды өлтіргісі келмеді. Содан кейін әрі қарай жүріп, екіншісін іздегісі келмеді. Бұл уақытты босқа өткізер еді. Бетперде киген адам пышақты суырып алып, Аңқтың мойнына қойды. Цао қақпаны ашуды бұйырмайынша, Аңқ оның ниетін түсінбеді. Олар қашып кетті деп ойлады. Бірақ мұның бәрі Цаоның жоспарының бір бөлігі болды. Бетперде киген адам оның көз алдында болған кезде,
от адамдарының садақшылары садақтарын тартып, тікелей оның басына бағыттады. Зерделі Анг тынысын пайдаланып, құмды ауаға лақтырды. Садақшының көзқарасын жасырғаннан кейін, Анг жұмбақ фигураның маскасын ақырын шешіп алды. Күтпеген жерден оның құтқарушысы Зуко болып шықты. Анг қашуды ойлады. Бірақ кейін ол Зуконы жалғыз қалдыра алмайтынын түсінді. Олар от халқының сарбаздарының қолына түсіп, қалмас үшін көрші жертөлеге тығылды. Жауларынан жасырынып, олар енді еркін сөйлесіп, күн астындағы барлық нәрселермен бөлісе алды. Зуко Ангты басып алғысы келген себебі, оның от патшасының мұрагері болуға лайық екенін дәлелдеу екенін түсіндірді. Бұрын бәрі одан осындай нәрсені күткен. Ангтың ұстазы оған басқа адамдардың үміттері туралы көп уайымдамауды үйретті. Анг Зуконың жанашырлығын сезінді. Кем дегенде, ол от патшасының дұрыс емес бағытта келе жатқанын түсінді. Алайда Зуко кенет орнынан тұрып, жүзі ашуға булығып кетті. Оның жақсы адам ретінде мақталғаны ұнамады. Ол үшін жанашырлық әлсіздіктің белгісі еді. Зуко шабуыл жасамақ болған кезде, Анг оны тыныштандырып, қатты жел соқты. Анг Зуконың өткеннен қатты зардап шеккенін сезді. Одан кейінгі оқиғаларға қайта оралайық. Зуконың нағыз қарсыласы генерал емес. Оның әкесі от патшасы Өзай болды. Зуко тізе бүгіп, кешірім сұрады. Бірақ Озай бәрібір Зуконы жазалағысы келді. Өйткені ол Озайдың стратегиясына қайшы келді. Зуко әкесіне тікелей соққы беру үшін бар күшін жинай алмады. Зуконың әрбір соққысы баяу болды. Ал Озайдың шабуылдары күшті және күшті болды. Тіпті Зуко соққы беру мүмкіндігіне ие болған кезде де ол әкесін ұра алмады. Өзай болса, бір секундқа да қымсынбады. Ол Зуконың қолынан ұстап, сол көзін күйдіріп жіберді. Сондықтан Зуконың қазір көзінің айналасы көгерген. Мұнымен тоқтап қалмай, Өзай алған жарақатынан айыққан кезде Зуконың миын шаюды жалғастырды. Ол бүгін кешірімді екенін және Зуко мұны құрмет белгісі ретінде қабылдауы мүмкін екенін айтты. Бірақ олай болмады. Бұл әлсіздік еді. Өзай Зуко күшті болу үшін әлсіздерді құрбан етуге дайын болуы керек екенін баса айтты. Өйткені от елі осылай жұмыс істейді. Ол дәл осы себепті 41-ші дивизия әрекет ету керек екенін түсіндірді. Зуко оның жолын қуу үшін осындай құрбандыққа баруға мәжбүр болды. Зуко мұндай мүмкіндік берілсе, әлсіздер кейде күшейіп кетуі мүмкін деп мәлімдегенімен, Өзай оны тыңдамады. Ол ашуланып, орнынан тұрып, Зуконы және бүкіл 41-ші дивизияны от елінен қуып жіберді. Сонымен бірге Өзай аватарды басып алғанша Зукоға ешқашан шекараға оралуға рұқсат етілмейтінін баса айтты. 41-ші дивизия Зуконың кемесінде қызмет етті. Бұл оқиғаны естіген капитан Джи мұны бірден түсінді. Оның әлі тірі болуының себебі Ханзада Зуконың жанқиярлығы мен күш-жігері болды. Зуко қайтып келгенде 41-ші дивизияның барлық сарбаздары екі қатарға тізіліп, сәлемдесу белгісі ретінде салтанатты түрде тағзым етіп, терең ризашылықтарын білдірді. Тағы бір эпизодта Анг рухтар әлеміне қайта оралды және Сок пен Катарды қайтару үшін Кодан сатып алынған затты пайдаланды. Кішкентай ауылдың тұрғындары да отбасыларымен қауышты, бірақ Анг әлі де мұғалімін қайта көре алмады. Ол барлығына көмектесті, бірақ ақырында өзіне көмектесе алмады. Сол түні кезекшілік кезінде капитан Джи кездейсоқ от патшасының Зуконы сатқындық жасағаны үшін қамауға алу үшін патша күзетшілерін жіберіп жатқанын естіді. Мұны білген Эно оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін дереу Зуконы кетуге мәжбүр етті. Зуко сатқын деп аталғысы келмесе де, егер ол аман қалмаса, өзін қалай түсіндіре алады. Мұның бәрі Цзао таратқан жалған ақпарат болды. Ол Ангты құтқарған Зуко екенін білді. Сондықтан оның жолында тұрған адамды жеке өзі жойғысы келді. Ча тіпті Зуко қашып кеткен құтқару қайығына жасырын түрде бомба қойды. Ұзақ сапардан кейін Анг, Сока және Катар ақыры су патшалығының қалған соңғы бекінісі болып табылатын солтүстік су тайпасына келді. Мұнда ең маңызды үш кейіпкер бірінен соң бірі таныстырылды. Біріншісі солтүстік су тайпасының жоғарғы көсемі Басарнук. Бұл су тайпасы. Одан кейін су тайпасының жоғары дәрежелі шебері және маңызды жетекшісі Яку су шебері болды. Ақырында Ю ханшайымы, жалғыз ханшайым. Сонымен қатар солтүстік су тайпасының ең мықты жауынгері Анг от адамдарының шабуыл жасайтынын хабарлағысы келді. Бірақ Арнук мұны алдын ала білді. Олардың барлаушылары бірнеше күн бұрын үнсіз жақындап келе жатқан от ұлтының флотын тапқандықтан, солтүстік су тайпасы жақсы дайындалған. Ангтың қолдауымен олар өздерін одан да сенімді сезінді. Қарама-қарсы майданда Цзао Иноның көзінше Зуконың өлімін сахналауды аяқтады. Бұған мән бермей, Озай патша берген отты көрсеткісі келді. Суды жаулап алушының соңғы бекінісіне қарай бет алған үлкен флотты басқарыңыз. От ұлтының сарбаздарына қарсы тұру үшін Арну көсемі мен Яку шебері Ангқа шабуылды басқаруды ұсынды. Алайда Анг бас тартты. Әуе көшпенділері қорғаныста болғандықтан, олардың шабуылдары негізінен тойтарылып, жалтарып, аз зиян келтіреді. Мұны естіген Джаку Ангқа басқа элементтерді қолдануға кеңес берді. Бірақ Анг тек әуе бүгуді жақсы білетінін мойындады. Оның сансыз құбыжықтарды қалай жеңгенін
және осында жету үшін көптеген қиындықтарды қалай жеңгенін сұрағанда, Аанг ұялшақтықпен достарына сенетінін айтты. Арнук та Жаку да бір дем ала алды. Олар аватардан басқа ештеңе күте алмады. Бұл арада Катара судың қалай емдейтінін алғаш рет өз көзімен көрді. Су сиқыршылары үшін су өмір, су жараларды емдей алады. Бірақ оны қолданатын адам ауырсынуды түсінуі керек және оны шынымен жеңілдеткісі келеді. Қарапайым жаттығудан кейін Катара өзінің өте дарынды екенін дәлелдеді. Алайда ол суда емдеуді емес, суда күресуді үйренгісі келді. Бірақ солтүстік су тайпасының әйелдерге соғысуға рұқсат етілмейтін ережесі болды. Олардың міндеті тек емдеу және қолдау көрсету болды. Катара бұл ережені қабылдай алмады. Ашуланған ол бірден бұл туралы сұрау үшін Якуды іздеуге кетті. Катара ашуланып қайнап жатқанда Юль Ханшайым Аангты аватар Орок ғибадатханасына алып келді. Бастапқыда Орок тыныш, ұстамды аватар болды. Ол рухтар әлеміне сіңіп кеткені сонша, ол өлім әлеміне немқұрайлы қарады. Аанг Орок оған аватар күйін қалай басқаруға болатынын үйретеді деп үміттеніп, Ороктан кеңес сұрады. Бұған дейін Киошидің аватары Аангқа солтүстік су тайпасының жойылуы туралы көзқарасын көрсеткен болатын. Сондықтан ол бұл нәтижені өзгерту қажеттілігін сезінді. Кеші Аангқа оған көрсететін кез келген болашақ міндетті түрде орындалатынын айтты. Аанг соғыстың барысын өзгерте алмаса да, оның нәтижесіне әсер еткен болуы мүмкін. От адамдары жеңетін еді, немесе су сиқыршылары аман қалар еді. Бәрі Аангқа байланысты болды. Бұл ауыртпалықтың ауыр болғаны сонша, ол Кеші бұрын істегеніндей Кудан оның денесін иемденуін өтінді. Алайда Ку рухтар әлемінде соғысып жатқанда, оның жаны қатты зақымданғанын және енді Аангтың денесін иеленуге күші жетпейтінін түсіндіріп бас тартты. Крудың аватарының күйін бақылау қабілеті Аангтан да нашар болды. Кру бүкіл өмірін рухтар әлеміне және адамдар әлеміне арнады. Бірақ ақырында ол үшін ең жақсы көретін адамынан айырылып, оның құнын төледі. Әйелі Кру жанжалдан кейін Коның бет әлпетін өзгертті. Осы ауыр оқиғадан кейін Кру аватар болу жалғыз жүруді білдіретінін түсінді. Әйтпесе, олар жақсы көретін адамдар зардап шегеді. Орок Аангға өз қалауы туралы емес, жақсы көретіндер үшін не жақсы екенін ойлауға кеңес берді. Басқа жерде Сокка кенеттен Йо Ханшайымның түсінде Ю рух әлемінде пайда болған ақ түлкі екенін түсінді. Йо сәби кезінде айықпас дертке шалдыққан. Ол айықпас дертке шалдыққан сияқты. Сондықтан әкесі рухтардан көмек сұрады. Бақытымызға орай, айдың рухы Юаға жанының бір бөлігін берді. Бұл оның қайта тірілуіне мүмкіндік берді. Осының арқасында Юа екі дүниенің арасында еркін қозғала алатын жартылай адам, жартылай рухқа айналды. Осы уақытта Катара ғибадатханаға асығып, Яку мен әйелдердің ұрысқа қатысуына тыйым салуды талқылады. Яку үшін әйелдердің шайқасқа қатысуға күші жетпеді. Тіпті Катара да жеткілікті дайындықтан өтпегендіктен, осындағылардың барлығы үшін өз өмірін құрбан етуге дайын емес еді. Катара бұл туралы әлі күнге дейін ренжіген Аангқа айтты. Бірақ бала тек кейде осылай жақсырақ болатынын айтты. Аанг Зукомен сөйлескеннен кейін, ол шынымен де Сокка мен Катардың ұрыс даласынан кетуін қалады. Ол олардың қауіп-қатерге ұшырағанын қаламады. Одан да маңыздысы, егер ол олар үшін алаңдаса, ол шайқасқа назар аудара алмас еді. Осы уақыт ішінде Инодзаоның шабуыл жоспарына әлі де күмәнданды. Солтүстік су тайпасының басты қаласы су өткізбейтін кедергілермен қоршалған. Оған үш жақтан көптеген әскерлер шабуыл жасады. Бірақ олардың барлығы сәтсіздікке ұшырады. Бұл оңай шаруа емес еді. Өйткені бұл суды бағындырушының соңғы бекінісі болды. Мұны жете бағаламау апатты салдарға әкелуі мүмкін. Цза екі себепке байланысты өзіне сенімді болды. Біріншіден, оның барлық флоттары жаңа өлімге әкелетін қарумен жабдықталған. Екіншіден, оның суды жаулап алушының күшін бейтараптандыруға қабілетті ерекше бір қасиеті болды. Бұл арада Зука әлі тірі еді. Сол күні ол жарылып кетпес бұрын қайықтан шығып, жағдайды бағалау үшін Цзаоның қайығына жасырын тығылды. Ол Цзаоның өзінен әлдеқайда қауіпті, ақылды және өршіл адаммен жұмыс істеп жатқанын тез түсінді. Бұл адам Зуконың сіңлісі Азула болатын. Ол ұзақ уақыт бойы таққа отыруды армандаған от халқының жалғыз ханшайымы болатын. Ол әрқашан Зуконы жеңгісі келетін. Азула Озайдың алдында найзағай ойнау шеберлігін көрсеткеннен кейін, ол өзін дәлелдеу үшін сыртқа шығып, төбелесуге рұқсат сұрады. Осы уақыт ішінде Катара әйелдердің күшін дәлелдеу үшін Якуға қарсы шығуға бел буды. Ол оның әйелдерге менсінбейтініне сенді. Енді ол үшін төлеуге тура келді. Сокка мұны білгенде, оны тоқтатып қана қоймай, Якуды жеңуге шақырды. Алайда Катара жекпе-жекке шыққысы келетінін білдіргенде, Яку одан аулақ болуға тырысты. Ол баламен де, әйелмен де ұрысқысы келмеді. Ол тіпті оның шатырына қайта оралып, әйелге қалай дұрыс емделу керектігін үйренуі керек екенін айтып, оны мазақ етті. Катара мазақты қабылдамай, күресуге бел буды. Ол оған күресуді үйренгісі келсе, оны өзі үйренуі керек екенін айтты. Соққылармен алмасқаннан кейін күшті Яку қарлы бораны Катараны жерге құлатты. Ол ашуланып, оның мұны ғана істей алатынын айтты. Екеуі де суды бағындырудағы ерекше шеберліктерін көрсетуді жалғастырды. Бұл өмірдегі ең жақсы су сиқыршысы атағына сәйкес келеді. Ақырында Як Катараны ұстау үшін мұз торын жасауға мәжбүр болды. Бірақ сонымен бірге ол оны көрнекті су сиқыршысы ретінде таныды. Ол бұрын соңды кездестірген ең талантты адам болды. Дегенмен, ережелердің ережелері бар. Әлі күнге дейін әйелдерге ұрыс даласында соғысуға тыйым салынған. Барлығы Катараға тәнті болды. Өйткені ешкім ешқашан Якуды мұндай дәрежеге жеткізген емес. Жеңілгеніне қарамастан, ол оны қабылдады. Шайқастан кейін Катара көп нәрсені үйренді және түсінді. Куру,
Киеши және бұрынғы барлық аватарлар Аангқа жалғыз күресуге кеңес берді. Ол ешкімге сенбеуі немесе ешкіммен араласпауы керек. Алайда Катара оларды жай ғана өткеннің аватарлары деп санайды. Ол Аангтың өзі болғанын қалады. Сондықтан бәрі ол туралы аңызға айналған кітап жаза алады. Дәл осы сәтте дауыл соқты. Бұл от халқының пайда болуының белгісі болды. Дәл осы сәтте үштік өз шайқасын бастады. Олар өздерінің бекінісінде қалудың орнына жаудың әскери кемелеріне белсенді түрде шабуыл жасады. Аанг пен Катарға от ұлтының сарбаздарын тарту тапсырылды. Бұл арада Сока кемеге кіріп, басқару құралдарын жойып жібереді. Бұл жоспар аяқталғаннан кейін олар бірте-бірте бүкіл флотты жойып жібереді. Топ тура алға қарай ұшты. Бірақ бірден қорқынышты шындықты ашты. Fire Nation кемелері өте көп болды. Зуко Цаадан басқа жолды таңдады. Ол алдымен кемеге жетуді және аватарды әкесіне қайтару үшін оны басып алуды мақсат етті. Ажыраспас бұрын олар құшақтасып, отанына оралған соң қайта кездесуге уәде берді. Зуко барлық балықшыларды кемелерге отырғызғанымен, от халқының күштері әлі де басым болды. Шайқастың басталуына санаулы сағаттар ғана қалды. Оқиғалардың осылай өрбігенімен, жеңіс от халқының жағында болғаны анық. Дауыстардың 60% от халқына, 40% солтүстік су тайпасына дауыс берді. Чаның тактикасының дәстүрлі емес болғаны сонша, тіпті Эно сияқты тәжірибелі генерал да оны түсініксіз деп тапты. Ча теңіздегі базасынан бұйрық беріп қана қоймай, солтүстік су тайпасының негізгі қорғанысын бұзу үшін ұшатын кемеге жеке өзі отырды. От адамдары мұз басқан бекіністі нысанаға алып, отты шарлармен, отты жебелермен және отты снарядтармен шабуыл жасай бастады. Қанша тырысқанымен, олардың күштері бүкіл аумақты қорғауға тым аз болды. Жағдайды теңестіру үшін Катара тағы да Джаккадан оның шайқасқа қосылуына рұқсат беруін өтінді. Ол ғана емес, аралдағы барлық әйелдер де өз отанын қорғауға құмар болды. Катардың ұзақ көндірулерінен кейін Яку ақыры жақсы болашаққа ұмтылып, ескі ережелерден бас тартты. Ханшайым Юэ де күреске патшаның қарсылығын ескермей қосылды. Ол көмектесуге шықты. Ол оны тоқтатпады. Тек Юэге өз халқына жақсы басшылық жасауды ескертті. Ол құлағаннан кейін Юэді қорғау міндеті Сокқа жүктелді. Шайқас таң атқаннан кеш батқанға дейін тоқтаусыз жалғасты. Эно шегінуді ұсынды, өйткені бүгін түнде ай ең жарық болды. Ал суды бағындырушының күші өзінің шарықтау шегіне жетті. Аквилада су тайпасының ата-бабаларының мекені, мұздың астында терең оазис болды. Ол қатал жағдайларда ылғал мен нәр береді. Жылына бір рет мұхит рухы мен ай рухы адам әлеміне қосылу үшін өлместігінен бас тартты. Бұл ин мен янды, өмір мен өлімді бейнелейді. Бүгін кешке Цаа құдайларды өлтіретін қылышын пайдаланып, айды жойып, суды жаулап алушының күшін бейтараптандыруды көздеді. Киеши анаға біреу айдың рухын және мұхит рухын өлтіруді жоспарлап жатқанын ескертті. Бұл әлемдегі тепе-теңдіктің бұзылуына келеді. Бұл арада Ю Лемірді қирандылардан құтқару үшін өз өмірін қатерге тікті. Ол Сок пен Лемірді солтүстіктегі рухани қуат көзі Анакилаға апарды. Алайда Сока от адамдарының суға батып бара жатқанын көргенде шошып кетті. Ұшатын кеме пайда болды. Цао мен Иноа рухын іздеу үшін дене шынықтырумен келеді. Алайда олар құдайдың шынайы бейнесіне сенімді емес. Сондықтан оазистің әр бұрышын іздеуге тура келеді. Цаа Анакиланы таппаса, оны түгел өртеп жіберемін деп қорқытады. Аанг пен Катара Зуконы іздеп жатқанда, кенеттен Зуко пайда болып, оларды тоқтатады. Катара Аангқа істі шешіп жатқанда алға қарай жүруді бұйырады. Оған Зуконың көптеген жарақаттар алғанын ақырын еске салады. Аанг жауап бермейді. Зуко мен Катара арасындағы реванш өте жылдам өтіп жатыр. Бұл жолы Катара толығымен үстемдік етуде. Алдыңғы екі жағдайдан айырмашылығы, ол Зуконың барлық шабуылдарын бөгеу үшін суды шебер пайдаланады. Тіпті оны су арқанымен мазақ етеді. Якумен жекпе-жектен кейін Катара жаңа техниканы меңгерді. Ол мұзды отты дауылды бөгеу үшін пайдаланады. Содан кейін оны Зуконың денесін байлау үшін пайдаланады. Аанг оазиске кірген бойда Сокка оны бұтаға сүйреп апарады. Мұқият ізденістен кейін Ча ағыннан тартымдылық пен тойтарыс беруді білдіретін екі ақ қара балықты байқады. Ин мен Ян. Эно есін мүлде жоғалтқан адмиралды тоқтату үшін барын салды. Оның айтуынша, ай рухы болмаса, әлем теңгерімсіз болар еді. Ол тіпті өз айдың да мұндай жағдайдың болғанын қаламайтынын бас айтты. Ол өз айдың жақыннан көрмейтінін алға тартты. Эно өзінің жаңа от патшасы болатынын және бүкіл әлемді басқаратынын айтты. Ча айдың тынысын алып, қуанып, өзін айды өлтіруші деп атады. Айдың рухы қалтасында болғаннан кейін, ай кенеттен өзінің әдемі нұрын жоғалтты. Енді бүкіл әлем қорқынышты қызыл түске оранып, оның шашы тік тұрды. Аанг пайда болды, бірақ тым кеш болды. Аанг одан мойынсұнушылықпен оның соңынан еруге уәде беріп, айды аямауын өтінді. Алайда Ча Аангқа ешқашан мән бермейтінін айтты. Төрт элементтің бірі мәңгілікке жоғалып кеткенде, аватар ештеңені білдірмеді. Енді Аанг Чаның көз алдында маңызды болмады. Дәлірек айтсақ, ол ешқашан Аангты маңызды деп санамаған. Аанг Ино әрекет ету үшін мүмкіндігінше көп уақыт сатып алуға тырысты. Ай рухы ақыры Чаның қолынан шыққан кезде,
Анг оны қайтару үшін өзінің әуе сиқырын қолданды. Бірақ Джа ай рухын тез өлтіріп тастады. Ай толығымен жоғалып кеткенде, барлық су сиқыршылары өздерінің су сиқырын пайдалана алмады. Шайқас бір жақты қақтығысқа айналды. От адамдарының кемелері мен бомбалары солтүстік су тайпасының бекінісін аяусыз қиратты. Бас Арнок пен оның жауынгерлері аман қалғандарды қорғау үшін күресті жалғастырды. Анг өзінің алдындағы 3 аватардың сөзін есіне алды. Ол көзін жұмып, аватар күйіне енді. Анг төбелескен жоқ. Оның орнына ол мұхит рухтарына дайындалу және араласу үшін ағынға кірді. Бұл қауіпті шешім екенін білсе де, бәрібір солай істеді. Егер Анг өзін мұхит рухына арнаған болса, ол мәңгілікке жоғалып кетер еді. Ол 100 жыл бұрын жоғалып кету керек еді. Дәл осы сәт болды. Бұл әлемге қажет болды. Анг өз әлемін құтқара алмады, бірақ ол басқалардың әлемін құтқарды. Аватар мен мұхит рухының бірігуі әлемдегі ең үлкен және ең күшті болмыс болды. Анг мұхит рухына аватардың күш күйіне қол жеткізу үшін ашуын сол арқылы бағыттауға мүмкіндік береді. От адамдарының барлық шабуылдары мағынасыз. Анг өз кемелерін бірінен соң бірін жойып, ашық теңізге қарай жылжи бастайды. Зуко мен Эно ұрыс даласында қайта қауышады. Олар кездейсоқ Цаоны көреді. Ол Зукодан бәрін тартып алған арамза. Зуко ашуланып, Цаоға шабуыл жасайды. Цао Зукодан әбден күйзеліп қалды. Зуко оны жерге теуіп, бәрін бүлдірді деп айыптайды. Тіпті Зуконың миссиясы Цао да Зуконың миссиясы жай ғана хайп болды деп жауап береді. Содан кейін Ча Озайдың Зуконы тек ойын ретінде қарастыратынын, оны талантты және қатыгез Азулаға мотивация ретінде пайдаланатынын айтады. Зуко ашуланып, Чадан осының бәрінен кейін оның одақтастары кім болғанын, патша садақшыларын көмекке кім жібергенін, Чаның бетперде киген адам екенін кім түсінгенін сұрайды. Ча Азула оған бәрін айтты деп жауап береді. Ашуланған және көңілі қалған Зуко жүйкесін жоғалтты, бірақ бәрібір Чаны өлтірмеді. Зуко кетуге бұрылғанда Ча оны өлтірмек болды, бірақ Ино оны дер кезінде тоқтатты. Анг от адамдарының барлық кемелерін жойды. Бәрі біткенімен оның көздері әлі де өшпенділікке толы болды. Ол ай рухын іздеу үшін шексіз қыдыруды жалғастырды. Бірақ ол оны ешқашан таба алмайтынын білмеді. Ай жоғалғаннан кейін әлем ақыры тепе-теңдігін жоғалтады. Сока Юаның бұл сөзін естігенде, кенеттен оған бір ой келді. Бұл өте оңай болды. Тек айды тірілт. Юа келіскендей басын изеді. Мұның оңай болғаны сонша, ол бұл туралы бұрын ойламағанын мойындады. Содан кейін Ю Сокты сүйді. Бұл процесте оның аяғы мұз астында қалды. Бала кезіңізде Ю ішінде ай рухының жан дүниесінің бір бөлігін алып жүрді. Енді оны қайтаратын кез келді. Осы кезде Катара ауынды қайтар деп қатты айғайлады. Бірақ бұл жолы бәрі бұрынғыдай болмады. Оның дауысы енді оған жете алмады. Ю айдың рухын көтеріп, ағынға қадам басты. Көгілдір жарық пайда бола салысымен, ай әп-сәтте аспанға қайта оралды. Катара Анг оны тыңдау керек деп айқайлай берді. Ол оның әрқашан бұл дүниеде оған орын жоқ деп ойлайтынын білді. Бірақ 100 жыл бұрын ол өлмейтін болды. Енді Анг қайтып келгенде бұл дүние оған мұқтаж. Ол да оған мұқтаж болды. Өйткені Катараның айтуынша, олар бір отбасы болған. Осы кезде мұхит рухы суда ери бастады. Көк тіршілік иесі жарылып, ауаға ұшып, аватар Ангтың қайтып оралғанын білдіреді. Бұл жолы ол өзінің аватар күйін шынымен басқарды. Ақыры соғыс аяқталып, сансыз құрбандықтар мен құрбандықтар қалды. Туыстары мен достары аман қалғандарды қорғау үшін өз өмірлерін қиды. От халқының жан түршігерлік қирауы даусыз болды. Солтүстік су тайпасының жас жауынгерлерінің барлығы дерлік өлді. Бас Арнок Соканы мүлде кінәламады. Ол қызы шешім қабылдағаннан кейін оны ешкім тоқтата алмайтынын білді. Ол әрқашан қасында тұрып, Юның су тайпасы үшін өзін құрбан еткенін көргені үшін өзін кінәлайтын. Ол ешқашан әкесі қалағандай жауынгер бола алмайтынын сезді. Бірақ Арнок онсыз сенің мұны істеуге батылың жетпейтінін сезді. Батыр болу үшін жауынгер болудың қажеті жоқ. Яку су тайпасына күнді қайта көруге мүмкіндік бергені үшін Катар үшін өте риза болды. Ол Катарадан су сиқыршыларының жаңа буынын тәрбиелеуге көмектесуін өтінді. Бірақ ол оған бәрінен бас тартты. Оның әлі алда көп жолы бар еді. Ол да солай етті. Ақыр соңында аватарлар су сиқырын қалай пайдалану керектігін үйрену керек еді. Ал бұл бала оны кім үйрететініне өте мұқият болды. Зуко Катараны кінәламады. Оның орнына ол оған солтүстік су тайпасының құрметті қонағын бейнелейтін білезік сыйлады. Бұл олардың басынан өткергендерін еске түсіру және үшеуін кез келген уақытта қайтуға шақыру болды. Зуко өз әкесінен есеңгіреп қалғаннан кейін ол Эномен 41-ден үзіліс жасауға шешім қабылдады. Анг су тайпасының бұл күйреуіне себепкер болғаны үшін әлі де өзін кінәлады. Ол аватар үшін бітімгершілік рөлінде сәтсіздікке ұшырады. Егер ол соншалықты әлсіз болып қала берсе, әлем қажетсіз азап пен шығынға ұшырай берер еді. От адамдары әрине тоқтамас еді. Трио алда не күтіп тұрғанын шешуге тез дайындалуы керек еді. Анг енді мұғалімінің айтқанын түсінді. Мұғалімі оның өткенді тастағанын қалайтыны белгілі болды. Әйтпесе ол болашақты ешқашан көрмес еді. Ангтың жоспары Катарамен бірге су сиқырын жаттықтыру болатын. Содан кейін Анг Бумимен бірге жер сиқырын жаттықтыру үшін Омасаға қайтатын еді. Осы уақытта Цао флотының жеңілгені туралы хабар Озайға жетті. Оның мақсаты ешқашан су тайпасына шабуыл жасау емес екені белгілі болды. Оның басты мақсаты әлі күнге дейін қатыгез ханшайым Азуланың басшылығымен жер бетінде
фильмдегі ең күшті бекініс Омасаны жаулап алу болды. Буми өзінің алғашқы ашы жеңілісіне ұшырады. Өзай Зуконың өмірі мен өліміне бейжай қараған сияқты. Өзай Зуконың да солтүстік су тайпасына қарсы соғысып жатқанын естігенде, оның бір ғана ойы бар еді. Егер Зуконың күші жеткілікті болса, ол аман қалар еді. Әйтпесе, кейде олар өз күштерін сақтап қалу үшін әлсіздерді құрбан етуге мәжбүр болды. Фильмнің соңғы сахнасында бір данышпан Өзайға жүздеген жылдар бойы күткен сәтінің жақындағанын көрсетті. Бүкіл әлем Өзен кометасының қайта пайда болғанына куә болады. Фильм осымен аяқталады. Көргеніңізге рахмет. Қош бол. Тағы кездескенше.